Баршаңызға ассалаумағалейкум. Мен дәл қазір әлемде теңдесі жоқ. Қаржылай өркендеудің алғашқы қадамына жол ашатын кітапты оқығалы тұрмын. Бұл кереметті оқымаған миллионер жер бетінде жоқ шығар. Осы кітаптан сіздер де керектеріңізді алады деген сенімдемін. Ал мен бастайын. Кеттік. Вавилондағы ең бай адам. Джордж Клейсон. Бұлдыраған болашағыңды алға қарай созылған жол секілді қараңызшы. Осы жол бойына атқарғың келетін талай мұраттар бар. Алға жетелейтін талай тілектер жолығады. Алға жетелеген түрткілер мен тілектерді іске асыру үшін сізге табысты болу керек. Ол үшін келесі беттегі қаржы қағидаларын қолға алыңыз. Олар сізге әмиянды қампайтуға мүмкіндік беретіндей, қабысқан әмиянның қаттылығынан гөрі бағыңызды баянды етуге жол ашқан. Физиканың ауырлық заңы сияқты оларды әмбебап әрі өзгермейді. Бұл қағидалар сізге де бұлжымастан өз мүмкіндігін дәлелдейді. Өйткені бұлар талай адамдардың қажетіне жарағандай. Әмиян қампайтуға да банктегі шотты толтыру мен қаржылай ілгерілеуге деген нағыз сенімді кілт. Есте болсын, ақша әр уақытта игіліктің қарапайым ережесін ұғынатындардың қолында. Алғы сөз. Біздің ұлт ретінде дамуымыз әр азаматтың қаржылай өркендеуіне тікелей байланысты. Бұл кітапша болса, әрқайсымыздың табысты болуымызға қажетті сала болып табылатын жеке дара табысқа жету жолын зерделейді. Табыс дегеніміз жетістік сияқты өз күшіміз бен қабілетіміздің нәтижесі. Дұрыс дайындық біздің жетістігіміздің кепілі. Біздің әрекетіміз ойымыздан гөрі ақылды бола алмайды. Біздің ойлау қабілетіміз болса, түсінігімізден гөрі ақылды бола алмайды. Бұл кітапша әу баста қабысқан әмиянға дәру ретінде ойластырылған. Мақсат – баюды мұрат еткендерге жәрдем ету мен қаражат мәселесіне қарапайым жолмен үңілу. Кітап сізге ақша табуға, оны сақтай білуге, әрі жинақ қаржыны жаңа ақша тудыруға итермелеуге көмектеседі. Ол үшін біз бүгінде әлем мойындаған қолданыстағы негізгі қаржы ұстанымын туындатқан әлемдік қаражат бесігі болған ежелгі Вавилонға аттанамыз. Жаңа оқырмандарға автор мұны бұрынырақ оқып, өз жетістіктерін құлшына жеткізген кісілердей, кітаптың әр парағы әмиян толтыруға әрі күрмеулі қаржы мәселесінің шешілуіне керек ықылас тудыруын шын жүректен тілейді. Сонымен бірге, автор бұл кітапты оқуды достарына, туыстары мен әріптестеріне ұсынған пайдагерлерге шынайы ықыласын алдын ала білдіреді. Өйткені осы еңбекте айтылған принциптерді қолдана отырып машыққан, соның нәтижесімен айтарлықтай жетістікке жеткен кісілердің шынайы мадақ пікірі аса құнды. Ақшаның нағыз бағасын білген, берікте сынақтан өткен, қаржылық принциптерді қолданып ақша тапқан, өзінің тұрғындарының арқасында ғана Вавилон шаһары ежелгі дүниедегі аса байыған қалаға айналған еді. Вавилондықтар бүгінгі біздің әрқайсымыз тілеген мұратқа қол жеткізді. Ол әркімнің өз келешегін тұрақты табыспен қамтуы. Тарих беттерінен Вавилоннан басқа әйгілі қаланы табу мүмкін емес. Оның бір ғана атауының өзі адамды байлық пен ұлылық туралы небір ойға жетелейді. Бұл қаланың қазынасы есепсіз байлыққа толы болған. Әрине, осындай бай шаһарды жұрт аса ыңғайлы жерде, ауасы жанға шипалы тропикалық жұмақта орналасқандай. Оны айнала қыруар орман тоғай мен пайдалы қазбаның кеніші болғандай елестетеді. Бірақ мұның бірі де болмаған. Қала шөлейт ойпаттағы Ефрат өзенінің жағасында жайғасқан еді. Айнала орман түгілі тоғайда жоқ, ешбір пайдалы қазбада болмады. Тіпті құрылысқа жарайтын таста табылмайтын. Вавилон дәстүрлі сауда жолынан да алшақ болатын. Анда-санда жауатын жауын мөлшерде егін егуге жеткіліксіз еді. Вавилон қолда бар шектеулі мүмкіндікпен жарақты жарата отырып, адамзаттың ұлы мақсаттарға қол жеткізу нәтижесінің жарқын үлгісі. Бұл ірі қаланың тірлігі мен байлығы адамның қолымен жасалған игіліктен ғана құралып еді. Баюды көксеген кісі. Вавилондық қос доңғалақты арба жасайтын банзыр шебердің ұнжырғасы түсіп кеткен. Аласа дуалға отырып алып, айналаны шолып еді, көзіне өзінің тоқал тамы мен қақпасы айқара ашық шағын шеберханасы түсті. Одан әлі бітпеген арба көрінеді. Есік саңылауынан күйбеңдеген әйелі де көрініп қояды.
оның анда-санда күйеуіне ұрлана қарап қоюынан ет салынған қаптың да босағанын байқауға болады. Демек, Бансырға балға мен балтаны алып, арбаның жақтауына былғарысын керіп, арбаның бодырын тегістеп, көркемдейіп бояп, ауқатты біреуге сату керек деген сөз. Бірақ оның шымыр денесі орнынан қозғалар емес. Баста тұмшалаған ойлар алуан мәселені қопсытып, оның бірде-біреуіне жауап табатын түрі жоқ. Оның үстіне Ефрат ойпатына тән ыстық күнде аяйтын емес, әр сәулесі жебедей қадалады. Шебер мойнынан сорғалаған тердің жүн басқан төсіне барып құйылып жатқанын да сезер емес. Оның үйінің арт жағында патша сарайын қоршаған сатылы дуал көкке ұмтыла түсетіндей көрінеді. Дуал жанында жайғасқан Валла храмның алуан жарқын түске боялған мұнарасының ұшы аспан тіреп тұрғандай асқақ. Осы бір құдіретті көріністің қалқасында барынша мыжырайған, қаптаған лашық үйлердің арасында Бансырдікі де өзінше орын теуіпті. Вавилонда барынша асқақтық пен бейшаралық көрініс қатар қоныстанып, көзге түрткен байлық пен жанарды жүдеткен жұпынылық ешбір жоспарсыз, әрі жүйесіз былыға жайғасқан. Егер ол айналаға көз салудан жалықпаса, байлардың сыңғырлаған күймелерін, сығылысқан сәнді шапатылы саудагерлер мен жалаңаяқ кедейлерді көрер еді. Арбалы байлардың өзі патшаның аспалы бағын суару үшін меспен су тасыған құлдарға жол беріп, ығысқан болар еді. Бансырда қаланың ығы-жығы тірлігіне назар аударатын хәл жоқ. Оның басы бірі кіріп, бірі шыққан ойлардан босар емес. Оны тек қана әлде бір ішекті аспаптың даңғырлаған дыбысы селт еткізді. Ол жалт қараса, алдында ыржиған қалпы өзінің күйші досы Қобби екен. «Жаратқан жарылқасын досым», деп бастады Қобби өзінің жарқын сәлемін. «Шамасы шынымен де солай болған секілді ғой. Бос отырған түріңе қарағанда сенің бұл жетістігіңе жол болсын. Тіпті оны бөлісуге де әзірмін. Сенің әмияның толы болды ғой. Әйтпесе шеберханада ақ тер көк тер болып жатар едің. Сондықтан да бейшара екі шекелді маған шығара ғой. Төрелердің бүгінгі кешкі салтанатынан кейін сен ол екі шекелдің өзіңе қалай сол күйінде қайтқанын байқамай да қаласың». «Менде екі шекел болса», деп мәңгірледі Бансыр, «оны ешкімге, тіпті саған да бермес едім. Өйткені менің барым да, нарым да сол болар еді. Ал бар байлығын кім береді, досым-ау? Не естіп тұрмын осымен?» Қобби қайран қала дауыстады. «Әмияныңда бірде-бір шекел болмаса, дуалға орнатқан мүсінге ұқсап не істеп отырсың? Ойбай-ау, ана арбанын неге бітірмейсің? Сен қалайша менің тәп-тәуір тәбетімді қанағаттандырмақсың, а? Мына тұрсың саған ұқсамайды, досым. Сенің арындаған қуатың қайда? Сені қай албасты екен? Бұл мен үшін жаратқанның сынағы болар», деп келісе кетті Бансыр. «Бәрі де менің бір түс көргенімнен басталды. Қайдағы бір оңбаған түс көрді. Түсінде мен шалқыған бай болып кетіппін. Белдігімде ақша толы әмиян. Ондағы ақшаның көптігі сондай, кедейлерге тегін шашсам да бітпеді. Ішінде күміс ақша бар екен. Оған не керектің бәрін алдым. Тіпті әйеліме түрлі әшекейде сатып алдым. Әмиянда толған алтын ақша да бар екен. Оны болашаққа деп қойып, күмісін жұмсаудан қорықпадым. Мені қуаныш кернеді. Сол кезде мені көрсең, танымас едің. Тіпті әйелімді де танудан қалар едің шіркін. Оның беті тегістеліп, әжім қалмаған. Қуаныштан жүзі сәуле шашады. Тура баяғы неке тойымыздағыдай бақытты, қалыңдық секілді. Айтары жоқ, керемет түс екен, деп келсе кетті Қобби. «Ендіше неге осындай жайлы түстен соң дуал түбіндегі құлпытас секілді қатып қалдың? Неге дейсің? Ояна келгенде қабысқан әмияным есіме түсіп, жүрегім айнып кетті. Онан да түсімді бірге жорайық. Екеуміз де бір қайықтағы адамбыз ғой. Есіңде ғой, бала кезде абыздарға барып бірге оқығанымыз, бірге ойнадық, есейе келе достығымыз жалғасты. Екеуміз де сағаттап тапқанымызды мезеттеп жұмсайтынбыз. Сол кезде біздің табысымыз жақсы еді ғой. Енді міне, байлықты түсімізде ғана көретін болдық. Енді айуан болмаған қай жеріміз қалды? Оның үстіне мекеніміз әлемдегі ең бай қала. Айналамыз толған ырыс, береке, ал бізге содан бұйыратын емес. Жарты ғұмырды бейнетпен өткізіп, босаған әмияныңды маған тосып, екі шекел сұрап тұрғаның мынау. Оған қандай жауап болуы мүмкін енді? Мен саған, мә, ала қой әмиянды. Сенімен қашанда бөлесуге даярмын деуім керек пе? Жоқ, досым, менің әмиянымда сенікіндей қабысып жатыр. Екеумізге не болды? Бізде неге күміс те жоқ, алтын да жоқ?
неге ішерге ас, киерге киім жоқ. Оның үстіне ұлдарымызды ойласақ тіпті бас қатады. Олар бізді өкшелеп өсіп келеді ғой. Олар да, жанұялары да, олардың түпті құяндары да осылайша жұпыны ғұмыр кешпек пе? Айналаны алтын басып жатқанда, олардың да кешкі асы ешкі сүті мен сұлы ботқа болып қалмақ па? Бансыр, қанша дос болсақ та, сен мұндай әңгімені бұрын айтпапсың. Қобби кәдімгідей абыржып қалды. Мен бұрын бұлайша ойламаппын. Ертеңнен кешке дейін осы өлкедегі ең жайлы арбаны істеп жүре беріппін. Жаратқанның мені бір күні байлықпен жарылқайтынына сеніп жүріппін. Оның болатын түрі жоқ. Ойлап тұрсам, олай болмайды екен. Жүрегім содан да езіліп тұр. Менің байығым келеді. Менде жер мен малдың болуын қалаймын. Менде үлбіреген жұқа киім киіп, әмиянда ақша сыңғыры болғанын тілеймін. Енді бойымда күш, басымда ми қалғанша еңбегімнің еш болмауын қалаймын. Бізге не болды сонша, досым? Айтшы, жұрттың алтынға алып жатқан нәрселері бізге неге бұйырмайды? Білсем, айтар едім, деді Қобби. Маған да жеңілдейсің бе? Лирамен күй тартып тапқан ақшам сол байда жұмсалып құриды. Ылғи да жаням ашықпасын деп сандалып жүргенім осы. Мен де өзімше аңсаған күйлерінің бәрін тартатындай үлкен лир аспаптың болғанын қалаймын. Ондай аспапты тартқанында патшада күйімді елтіп тыңдар еді. Иә, жақсы болар еді. Вавилонда бірде-бір кісі сен секілді күй тарта алмайды ғой. Сен күйді күмбірлеткенде патша түгіл аспандағы періштелер де елтиді емес пе? Бірақ оған жетер күн қайда? Екеуміз де патша құлдарына пара-пар тақыр кедейміз. Қоңырауды естідің бе? Әне, аналар да келеді. Ол қаз-қатар тізіліп өзеннен сүрлеуді бойлап келе жатқан жартылай жалаңаш бойларын тер жауған су тасушы құлдарды нұсқады. Олар 5 қатарға тізіліп, су толы ауыр месті көтеріп, бүкшеген күйі тар көшеде қаптап келеді. Аналарды айдап келе жатқан кісіге қараш, Қобби құлдар легін бастаған қоңыраулы кісіге қолын нұсқады. Тұлғасы да бар екен. Құлдар легінде талай тұлға бар, олар да біз секілді адамдар. Анау ақсарылар сол тұс жақтан, қоңырқай түстілері көрші елдерден. Бірақ бәрі де өзімен бақ арасында күн сайын жылдап сандалып, су тасып ғұмыр өткізуде. Келешектерінде жақсылықтың нышаны да жоқ. Төсекке саман бөстек, асқа жартылай пісі дақыл, бейшаралардың халі аянышты. Аяныштақ. Былай қарағанда біздің де осылардан айырмамыз бар ма? Тек қана бостандықтамыз. Оның рас, Қобби. Басты тұнжыр ой баса түседі. Жылдарымды құлдық тірлікпен өткізгім келмейді. Ылғи да жұмыс, үзіліс болсайшы бір. Бәлкім, жұртқа алтынның қалайша бұйыратын білу керек шығар. Сосын соларша әрекеттеніп көрсек, деп ұсынды Қобби. Мүмкін, бір кілтипан бар шығар, сұрастырып көру керек екен, деп қостады Бансыр. Айтпақшы, мен бүгін ескі досымыз Арқатты көрдім. Алтын арбасында келеді екен. Басқалардай ол теріс қараған жоқ, керісінше менімен күлімсірей амандасты. Өзі сондай кішіпейіл. Жұрт оны Вавилондағы ең бай адам деп жүр ғой. Бансыр толғана сөйледі. Оның байығаны сондай, тіпті қазынасы ортайғанда патшаның өзі де оған жүгінуге тура келеді. Қарай көр, байлықтың қауқарын. Оны қараңғы жерде кезіктіре қалсам, дереу әмиянын сипап қаламын ба деп қорқам. Оның жай сандырақ, деді Қобби. Байлық белге қыстырған шиланда болмайды. Қандай қампиған әмиянда қабысады, егер оны толтырып тұратын алтын жылға болмаса. Арқат қаншама жомарттық көрсетсе де, оның әмиянын қабыстырмайтын табыс көзі бар. Табыс дегенің дүние ғой, деп онымен келісті Бансыр. Дуал түбінде отырғанымда, болмаса шетел кезіп кеткенімде, менің әмияныма ақша құятын табыс көзі болса ғой. Оның жолын Арқат білуі керек. Бәлкім, ол менің топасы миыма ұқтырар. Меніңше, ол бұл өлімді өзінің ұлы Номасарға оқытқан болар. Ол Ниневияға барып, сондағы мейманханада тұрып ақ, әкесінің ақылымен ол қаланың байларының біріне айналып. Қобби, сен маған жақсы ой тастадың. Бансыр жанарында ұшқын жылт етті. Ескі достан ақыл кеңесі тегін алуға да болады ғой. Ал Арқат біздің ортақ досымыз. Енді әмиянымыздың сұңқар құстың былтырғы ұясындай қаңырағаны басты қатырмау керек. Байлықтың ортасында отырып ақшасыз жүруден әбден жалықтым. Байығым келеді. Қанеки, Арқатқа барып табыс табу жолын сұрайық. Мен бірдеңені ұққан секілдімін, Бансыр.
Біздің баю тәсілін неге білмей келгенімізді енді түсіндім. Біз оны мүлдем іздемеппіз. Сен Вавилондағы ең жақсы арба жасаумен жүріпсің. Сенің бар қабілетің соған жұмсалыпты. Сондықтан сенің байлыққа қолың жетпеді. Ал мен лираны ең озат тартушы болсам да, кедейліктен арылмадым. Кеттік, дәл қазір Арқатқа, деді Бансыр. Ауыртпалықта жүрген достарымыздың бәрінде шақырайық, олар да үйренсін. Вавилондағы ең бай адам. Ежелгі Вавилонда Арқат деген асқан бай кісі болыпты. Оның байлығы туралы сыбыс барлық жерде аңызға бергісіз әңгімеге айналыпты. Оның үстіне жомарттығымен атын әйгілепті. Ол садақа беруде де алдына жан салмаған. Жанұясына да өзіне де шығынданудан аянбаған. Соған қарамастан оның табысы жыл сайын еселеніп отырыпты. Бір күні оған бала кезгі достары жиналып келіп былай дейді: Арқат, сен бізден гөрі жолың болған жігітсің. Сен Вавилондағы асқан байға айналдың. Ал біздің үрерге итіміз, сығарға битіміз жоқ, кедейміз. Сенің қалаған сәнді киімді киюге де, таңдаған ләззатпен рахаттануға да ықтиярың мол. Ал біздер жанұямызбен бойымызға табылғанын іліп, асқа бұйырған ішіп жүрген жайымыз бар. Бірақ бір кездері бәрімізде бірдей едік қой. Бәрімізде бір ұстаздан тәлім алдық. Ойнағанымызда бір ойын, сенің оқуда да, ойында да бізден озық болған кезің болмады. Соған қарамастан, сен соңғы жылдары қаладағы аса құрметті тұрғын болуға бізден ерте қол жеткіздің. Сенің бізден артық еңбектенген жерің жоқ. Жұмысың да біздікінен гөрі қиын емес. Ендеше, қанша тілесек те, тырбынсақ та бізде емес. Баянсыз бақтың барлық ырыс пен ләззатқа бөленетіндей сені ғана таңдағаны қалай? Алайда Арқат оларға мына сөздермен қарсы шығыпты: егерде сендер бәріміздің өспірім шағымыздан кейінгі ғұмырларыңды тек қана бейшара тірлікке сәйкес табыс тапсаңдар, онда сендер байлық пен бақты қондыратын заңды білмегендерің, болмаса оны ұстанбағандарың. Бақ дегеніміз аса қатал да, ешкімге де ғұмыр бойы тұрақтамайтын ырыс. Керісінше, ол еңбек сіңірмей алтынмен апталған кез келген адамды күйретеді. Ол қалталылардың талайын керексіз шығынға жолықтырып, көп ұзамай олардың таусылмайтын сұранысы пен қажетін өтеусіз қалдырады. Ал кейбіреулер жұққан байлығын соншама тықпалап, шығынға барынша сараң болып, жұмсалғанның орнын толтырумен күдерін өткізеді. Мұның үстіне олар өмірлерін тонаушылардан қорқумен өткізіп, қонған бақ пен ырыстың рахатын көруден қалады. Еңбек етпей тапқан алтынды ғұмырының соңына дейін еселеп, бақыт пен рақатқа бөгіп өтетіндер де бар. Бірақ ондайлар мейлінше аз, олар туралы естігенім болмаса кездестірмедім. Кездейсоқ бай мұраға ие болғандарды еске алдыңдар ма? Менің айтқаным қаншалық дұрыс екенін ойланып көріңдер. Арқаттың достары мұрадан байған атақтыларды еске алды да, оның айтқандары бұлжымайтын шындық екеніне көздерін жеткізді. Енді олар Арқаттың өзінен осыншама байлықты қалай жиғанын айтып беруді сұрады. Арқат болса сөзін әрі жалғады: жас кезінде бақыт пен ырысқа жолықтыратын бір шама нәрсе көрдім. Бірақ оларға ие болуға тек қана байлық жәрдемдесетінін ұқтым. Байлық алапат күш. Оның көмегімен көптеген нәрсені болдыру ықтимал. Үйіңді ең әдемі жиһазбен сәндеуге болады. Теңізде жүзіп, талай жерді аралау да соның арқасында мүмкін. Ондайда қияндағы елдің таңсығынан да рахат табасың. Зергерлерден таңдап жүріп ең керемет әшекейде сатып аласың. Зәулім тауқана да тұрғызасың. Жаның қалаған, сезімің іңкәр талай нәрсені істеуге әбден болады. Осының бәрін ұққан соң, мен өмір игілігінен өз несібемді алуды шештім. Өзгелердің рахатын қызықтаудан бас тарттым. Алба-жұлба киімді жаратпасам да, өзіме лайық киінуді мақұл көрдім. Кедейдің тағдырына көндіккім келмеді. Мына өмір тойына қонақ болғым келді. Өздерің білетіндей, мен кедей сатушының ұлы едім. Жанұямыз үлкен болды да, мұрадан үміттену орынсыз еді. Өздерің айтқандай, дарынды қабілетіммен ерекшелене алмағасын, ойлағаныма ие болу үшін маған уақыт пен білім керек деп шештім. Уақытты алсақ, ол менде де басқалардағыдай ағыл тегіледі. Баю үшін уақыт сендерде де барынша жеткілікті болған рас қой. Бірақ сендердің бір ғана мадақ тұтатындарың жанұя ғана екенін өздеріңде айттыңдар. Білімге келсек, оның екі түрі болатынын біздің дана ұстазымыз айтты емес пе? Біреуін мектепте аламыз, ал келесісі біздің өмірлік тәжірибемізден туындайды. Сондықтан мен байлықты қалай жиюды білгім келді, және оны өзіме міндет қылдым. Төбемізде күн сәулесі бар да өмірдің рахатын көрудің несі ерсі.
көлеңке дүниеге аттануға тура келерде уайым мен қайғының өзі келеді ғой. Мен жазбалар бөлімінде жазғыш болып жұмысқа тұрдым. Сөйтіп, күн сайын саспарақтың бетін шималаумен сағаттар бойы бел жазбадым. Солай еңбектенумен апта артынан апта, ай соңынан ай өтсе де табысым тақыл-тұқыл болып діңкем құрды. Аста, киімде, садақада, басқасы да тапқанымды жұтты да тұрды. Бірақ баюды ешқашанда естен шығармадым. Бір күні қала әмірінің үйіне өсімгер алғамыз келді де, маған 10-шы заңды саспараққа жазып беруді тапсырды да былай деді: маған бұл заң 2 күннен кейін керек. Егер жұмыс мерзімді орындалса, мен саған 2 жез бақыр берем. Мен болсам барымды салдым. Бірақ заң шұбатылған шылғаудай ұзақ еді. Сөйтіп алғамыз 2-ші рет келгенде заң дайын болмады. Ол бұлқан-талқан болып маған сонша ренжіді. Егерде оның құлы болмағанымда мені быт-шыт етіп сабап тастар еді. Бірақ менің қала әкімін арқа тұтатын болғандықтан одан тайсалмастан былай дедім: алғамыз, сен аса бай адамсың, баю жолын маған да айтып берші. Мен түні бойы бел жазбастан заңды саспараққа түсіріп берейін. Ол күлімсіреді де былай деді: сен нағыз алаяқ екенсің, бірақ мен бұл ұсынысқа келсем. Түні бойы мен бүкірейген күйі жұқалтақ саз кірпішшелерге заң жырып жазумен болдым. Білтешамның иісінен басым қақырайтындай ауырды. Көзім бұлдырап, көрместей хәл кештім. Дегенмен тапсырымшы таң ата келгенде сазға түсірілген заң әзір болды. Ал, енді дедім, берген уәде бойынша маған айтарыңды жайып сал. Сен мәміле бойынша өз шартыңды орындадың ұлым, деді ол жұмсақ дауыспен. Мен де өз уәдемде тұрайын. Мен саған керек жайтты баяндайын. Онсыз да қартайдым. Қарт адам шешенсуді ұнатады. Ал ақылдасуға келген жастардың бойларына даналықты сіңіреді. Бірақ көбіне жастар даналық жаспаса қонатын қасиет деп ұғады да, оған жас кезде мойын бұрмайды. Мынаны есте сақта. Сөйле шашып тұрған күн сенің әкең туғанда да солай болып тұрған. Сенің шөбереңнің соңы о дүниеге жөнелгенде де осындай күн болып қалмақ. Жастардың ойы аспанда тіліп аққан құйрықты жұлдыз жарығы секілді. Ал қарияның даналығы мәңгі өшпейтін жұлдыздар жарығындай. Теңізде жүзгендер оларға қарап бағдарын түзейді. Менің сөздерімді есте сақта. Әйтпесе өзіңнің түнгі жұмысың бекерге атқарылғандай өкінетін боласың. Ол маған жүндес қабағының астынан жанарын тіктеп қарады да қоңыр дауыспен былай деді: мен байлыққа барар жолға, тапқан ақшамның бір бөлігі өзіме тиесілі болғанда ғана түстім. Ол сенің де қолыңнан келеді. Ол көкірек тесердей көзқарасын қадай түсті де одан әрі үндей қоймады. Болғаны осы ғана ма, дедім мен. Тапқан ақшамның бәрі де онсыз да менікі емес пе? Тіпті де олай емес айналайын, деп қарсыласты алғамыз. Тігіншіге төлемейсің бе? Ал етікшіге шапаты тіккен үшінші. Ал ішкен асыңа кім төлейді? Вавилонда шығынсыз тіршілік етпейсің ғой. Соңғайда тапқан ақшаның қаншасын осылайша шығындадың? Ал жыл бойына ақымақсың. Сен өзіңнен басқаның бәріне төлейсің, соны білесің бе? Осылай тапқан ақшаң басқаларға кетіп жатыр ғой. Ендеше солай жалғастыра бер. Құлқынның құлы болып, қожайынның ас пен киімге берген пұлымен шектеліп. Егерде сен тапқан ақшаның 10-нан 1 бөлігін өзіңе қалдырып отырсаң, 10 жыл ішінде қанша жинар едің? Мені есептен алған сабағым ұялтқан жоқ. Жылдам жауап бердім. 1 жылда тапқан табысқа тең болар еді. Бұл дұрыс жауаптың 1 бөлігі ғана, деп ол қарсылығын тағы білдірді. Сен жинаған әрбір алтын бақыр сенің құлың болады да саған жұмыс істей бастайды. Ол әкелетін әрбір жез бақыр сенің құлыңның ұлы ретінде саған тағы еселей жұмыс істеуге кіріседі. Егерде байып кетіп жатсаң, жинағаныңның бәрі саған қосыла жұмыстану арқылы сені ғұмыр бойы тілеген байлыққа кенелтеді. Сен мені түнгі жұмысың үшін алдадым деп есептейсің бе? Шын мәнінде мен саған 1000 есе көп ақы төледім. Егерде сен менің ашқан құпиямды ұға алсаң, сен тапқан ақшаның 1 бөлігі ғана саған тиесілі. Бұл бөлік табыс мөлшеріне қарамастан кемінде 10-нан 1 бөлігін құрауы керек. Әрине, одан да көп бөлігін өзіңе арнауға болады, егерде сенің жағдайың оны көтерсе. Табыс тапқан күні ең алдымен өзіңмен есептескен жөн. Тігіншіге де, етікшіге де өзіңнен қалғанын ғана есептеуге дағдылан. Соның ішінен асқа да, садақаға да, қайырымға да қалдыруды ұмытпа. Байлық титтей тұқымнан жайқалатын ағаш секілді. Өзің үшін сақтаған алғашқы жезбақыр кейін өсіп шығатын байлық ағашының тұқымы болмақ. Неғұрлым сол тұқымды тезірекексең, соғұрлым тезірек байлық ағашы көгеріп шығады. Ыждағатпен жинақтау арқылы неғұрлым оның топырағын тыңайтып суарған сайын, оны көлеңкелеп,
рахатына соғұрлым тезірек бөленесің. Мен оның айтқандары туралы көп ойлана келіп, шынында әлде бір мәннің барын байқадым. Сөйтіп не болса да іске кірістім. Әрбір тапқан ақшамның 10-шы бөлігін алып жинай бердім. Бір қызығы, одан менің жағдайым нашарламады. Мен тіпті бұрынғы халімнің айырмасын аңғардым. Алайда жинағым өскен сайын, саудагерлер ұсынған әлде бір затты алуға құмарттым да тұрдым. Бірақ ақылға жеңдіріп, әлгі алдамшы құмарлықтан өзімді құтқарып отырдым. 12 ай өткен соң алғамыз бір күні келді де былай деп сұрады. Қане, ұлым, айта ғой, соңғы жыл бойы табыстың 1/1 бөлігін өзіңе төледің бе? Иә, ұстаз, деп маңғаздана жауап бердім. Бұл жағымды жайт екен, деді ол маған тесіле қарап. Ол ақшаңды не істедің? Ол жинақты мен Тир қаласының бағалы да сирек финики тастарын сатып әкелуге Азмур кірпішшіге берген едім. Ол тасты алып келсе, қымбатына сатып табысты бөлісуге келіскенбіз. Ақымақ, саған әлі де ақылды бола түсу керек екен, деп күбірледі ол. Сен неге қайдағы бір кірпішшінің асыл тас саудалай алатынына сендің? Немене сен кірпішшіге барып, жұлдыздар жөнінде ақыл сұрар едің? Басыңда түйірдей ақыл болса, жұлдызшыға барып сұрар едің. Жинағың жоғалды деп есептей бер, шырағым. Сен өзіңнің байлық ағашыңды тамырымен қопарып тастадың. Енді саған басқасын отырғызуға тура келеді. Тағы біреуін егіп көр. Келесіде саған асыл тас жөніндегі кеңес керек болса, зергерге бар. Егер де қой жөнінде білгің келсе, шопанға бар. Кеңестің құны түкке тұрғысыз, бірақ сен кеңесшілерге іске жарамды кеңес үшін барғаның жөн. Оның үстіне, түкке тұрғысыз да біліксіз кеңеске құлақ асқандар барлық қаржысын құрбан етуі ықтимал, деді де ол кетіп қалды. Шынында да оның айтқаны айдай келді. Финикейліктер алаяқ болып шықты. Азмурға асыл тасқа ұқсас пайдасыз шыны сынықтарын беріп алдап соққан. Бірақ мен оған мойымадым. Алғамыстың кеңесіне сәйкес табысымның әрбір 10-шы бөлігін қайтадан жинауға кірістім. Оның үстіне мен оған машығып алдым. Енді өзім үшін қор жинау оңай болды. Бір жылдан соң алғамыз жазғыштар бөлмесіне кіріп келді де маған бұрылып. Қане, баянда, соңғы рет көріскелі бері не бітірдің? Мен өзіме ұқыпты түрде төлеп келдім, дедім. Сосын жинағанымды қалқан жасаушы аққар шеберге қола сатып алуға қостым. Ол маған 4 ай сайын үлесімді төлеп келеді. Онысы жақсы екен. Ал сен түскен үлесінде не істеп жатырсың? Мен дастарханға бал мен нәзік шарап қойып, бұрышты тандыр шашып, үлкен той жасадым. Өзіме сәнді шапан сатып алдым. Енді келесі жолы есек алып, мінуді жоспарлап жүрмін. Алғамыз рахаттана күліп алды да: сен өз жинағаныңның балаларын қырып салған екенсің. Енді олар саған қалай жұмыс істейді? Және саған қызмет ететін олардың балалары қалай тумақ? Ең әуелі өзіңе қызмет ететін алтын құлдардан әскер жасақтау қажет. Сосын барып алаңдамастан өзіңе той-думан жаса, деді де тағы да кетіп қалды. Содан кейін мен оны 2 жыл бойы көрмедім. Бір күні тағы кезіктірдім. Жүзін терең әжім басыпты, жанары жасаурай береді. Жарықтық нағыз қарияға айналыпты. Арқатжан, армандаған байлыққа қол жеткіздің бе? Деп сұрады ол. Жеткенім әлі де жеткіліксіз, бірақ жинағаным бір шама. Ол қор маған күн өткен сайын ақшамды еселеуде. Ал сен әлі күнге кірпішшінің кеңсесіне тәуелдісің бе? Ол маған кірпіш басу жөнінде ғана жақсы кеңес береді, дедім. Арқат, сен өзіңе керек сабақты жақсы меңгеріпсің, деп жалғады сөзін ол. Сен әуелі жалақыңнан аз ақшаға тірлік еттің. Сосын кеңесті тек қана біліктіден алуды үйрендің. Ақырында өзіңе тиесілі алтынды өзіңе жұмыс істетуді меңгеріпсің. Сен ақша жинауды, оны сақтауды, әрі оны жұмсауды игердің. Енді сен үлкен іске әзірсің. Мен болсам қартайдым, ұлдарым болса дайын ақшаны жұмсауға ғана құмар, молайтуды ойлар емес. Өзімнен кейін не боларын ойласам шошынамын. Сен Ниппурға бармайсың ба, менің жерімді қадағалауға? Мен саған үлесіңді табыстай да, мұралай да беремін. Сөйтіп, мен Ниппур қаласына барып, бай қарттың алып иелігін меңгеруді қолға алдым. Байлықты еселеудің 3 заңын біле жүріп, мен ол иеліктің құнын арттыра білдім. Алғамыстың жаны бақиға аттанар кезде, ол маған куәлердің көзінше менің үлесіме сай тиесілі мұрасын қалдырып кеткен еді. Арқат өз әңгімесін бітіргенде достарының бірі былай деді: сенің жолың болғанда, сені алпауыт алғамыз өзінің мұрагері етті ғой. Менің жолымның болғаны сол, менің онымен кездескенге дейін баюға ұмтылғаным еді. Мен оған 4 жыл бойы өзімнің мұратыма жететінімді дәлелдедім емес пе?
4 жыл бойы балықты қабу тәсілін зерделеп, жел бағытының құбылуына қарамастан ауды тиісті жерге құра алатынымды дәлелдедім. Жел бағытының құбылуына қарамастан ауды тиісті жерге құра алатын адамды қалай жолы болғыш жан деп есептейсің? Сәттілік деген тәкаппар пері. Ол әзірліксіз адамға уақытын кетірмейді. Сенің ерік-жігерің мықты екен. Бір істі қайтадан бастауға дәтің шыдады ғой. Ерік-жігер дейсің бе? Бос сөз. Түйеде көтере алмас жүкті көтеруге болмаса, өгіз тарта алмас арбалы жүкті тартуға ерік адамға қуат бере ме? Ерік күші дегеніміз бар болғаны айдаушы ғана. Менің алдыма қойған міндетті орындауға итермелер қамшы. Алдыма түкке тұрғысыз мақсат қойсам да, оған мен қалай да жетем. Әйтпесе, мен мұндай байсалды істерге өзімді салмас едім. Егер мен өзіме 100 күн бойы қалаға көпір бойымен кірерде, жолдағы тастарды өзенге лақтыру керек деп уәде етсем де, оған ойланбастан кірісер едім. Егер де 7-ші күні тас лақтыруды ұмытып кетсем, өзіме ертең бірден 2-ін лақтыруым керек деудің орнына кейін бұрылып барып бәрібір тастар едім. Ал 20-ші күні өзіме өзім: арқат, жетер. Пайдасыз іс қой, күн сайын тасты шиырғанда не бітеді? Одан да бірден жинап алып лақтырда тынсайшы демес дедім. Олайша тасты лақтырмас едім. Егер мен алдыма міндет қойсам, оны орындамай қоймаймын. Сол себепті алдыма күрделі де орындалмайтын мақсат қоймаймын. Екінші досы тұрды да былай деді: сенің айтқаның рас болса, және ол сондай жеңіл болса, неге айналаңда кедейлер толып жүр? Адамдар еңбегін салса ғана байлық көгере түседі, деді оған Арқат. Егер бай өзіне жаңа сарай салса, оған жалатылған алтын жойылып кете ме? Жоқ. Өз үлесін кірпішші де, қалаушы да, суретші де алар еді. Құрылысқа еңбек қосқан әр адамның өз үлесі бар. Ал сарай дайын болғанда оның құны салынған қаржыдан кем бола ма? Адамдар еңбегін салса ғана байлық көгере түседі, деді оған Арқат. Егер бай өзіне жаңа сарай салса, оған жалатылған алтын жойылып кете ме? Жоқ. Өз үлесін кірпішші де, қалаушы да, суретші де алар еді. Құрылысқа еңбек қосқан әр адамның өз үлесі бар. Ал сарай дайын болғанда, оның құны салынған қаржыдан кем бола ма? Ал сарай тұрғызылған жермен оның маңы баға жағынан қымбаттай ма? Байлық әлдебір сиқырлы жолдармен еселене түседі. Ол жолдар ешкімге де мәлім бола бермейді. Финикийліктер өздерінің ірі қалаларын кемелермен тасыған байлықтың арқасында бетпақ далаға салып алған жоқ па? Ал енді біздің баюымызға керек кеңесті сен қалай берер едің? Деп сұрады үшінші досы. Жылдар болса жылжып өтуде. Ал біз қартая түспекпіз. Күтуге уақыт жоқ. Алғамыстың даналығын пайдаланыңдар. Әрі өздеріңе былай серт берген жөн: мен тапқан табыстың бір бөлігі өзіме тиесілі. Сосын табыстарыңның бір бөлігін жинай беріңдер. Ол табыстың кемінде 10-нан 1 бөлігі болғаны мақұл. Бұл үшін барлық шығынды төлеген дұрыс. Бірақ алдымен өз үлестеріңді бөліп алыңдар. Көп ұзамай оның соншалықты жанға жайлы әрекет екеніне көздерің жетеді. Қолдарыңда өз мүдделеріңе ғана жарататын қаржы жиналады. Қаржы молайған сайын сезімдерің семіре түседі. Өмірлеріңнің мәні артады. Сендер барған сайын көбірек қаржы жинауға тырысасыңдар. Сендер барған сайын көбірек қаржы табуға мүдделі боласыңдар. Сол кезде өздеріңнің үлестеріңде молаяды. Содан соң жиналған қаржының өздеріңе жұмыс істеуіне әрекет керек. Жинақты өздеріңе қол ете білу қажет. Олар балалайтын болсын, ал ақша балалар да балалауға кірісу керек. Сөйтіп, олардың барлығы жиылып қожайын иелігіне қызмет етуі тиіс. Қарияларға назар аударып, уақыт келгенде сендер де сондай болатындарыңды ескеріңдер. Сондықтан ақшаны іске абайлап салыңдар. Ол құнсызданып не жойылып кететіндей болмасын. Ақшаны қарызға беру, теңіз кешкен аңғал сапаршыны жартасқа соқтырғандай алдамшы жайт. Әрине, о дүниеге де алаңсыз түрде артта қалған әулетіңіз кедейлікке ұшырамауын қамти аттанған жөн ғой. Ол үшін ылғи да аздаған соманы жиып отыру керек. Ылғи да білікті сарапшылармен кеңескен жөн. Кеңесті күнделікті ақшамен жұмыс істеп жүрген кісілерден алу керек. Олар сендерді бір кезде кірпішші азмұрға ақшамды сеніп тапсырған менің басымнан кешкен қателікке ұрынудан сақтасын. Ақшаны тәуекелге тастағаннан гөрі сенімді адамға шамалы пайызбен аманатқа тапсырған жөн. Тірі кезде өмірдің қызығына қуанған лазым. Ақшаны қопыратып көп жинауға ұмтылмаңдар. Табыстың 10-нан 1 бөлігін сақтау жеңіл болса, соған қанағаттанған мақұл. Табысқа сай тірлік кешіп, ақша жұмсаудан тартынбаған абзал. Қызыққа толы кезде өмір сондай жанға жайлы.
Арқаттың достары оған алғыстарын жаудырды да тарасты. Кейбіреулері томаға тұйық қалды, өйткені көп нәрсені түсіне қоймаса керек. Bir қатары сонша бай адамның өз құпиясымен бөлісе қоюына күдік келтіргендіктен сене қоймады. Дегенмен кейбіреулердің көздері ұшқын шаша бастады. Олар алғамыстың әрбір келесі адамның түнектің жарыққа жол табу сәтін бақылағаны екенін жақсы ұқты. Егер ол адам жарыққа жол тапса, онда ол тек қана әзір болғандығынан еді. Арқатқа әсіресе соңғы топ қана келгіштеді. Ол болса, достарын қуана қарсы алып, оларға бай тәжірибесін бүкпесі жеткізді. Алған біліктерін достары өз жинақтарын сәтті салым етуге пайдаларына жаратты. Олар қорланған ақшаларын босқа жұмсамай, құнсыздандырмай, сенімді табыс көздеріне ие болысты. Бұл адамдардың өміріне сәуле шашқан жарқын күн әуелі алғамыстың Арқатқа, ал Арқаттың соларға берген даналықты бойларына сіңіруден басталған еді. Сен тапқан қаржының бір бөлігі ғана өзіңе тиесілі. Қабысқан әмиянның 7 дауасы. Вавилонның даңқы мәңгі өшпес. Талай ғасырды аралап, бізге қаптаған ежелгі қалалардың ішінен оның өлшеусіз қазынасы туралы дерек жетіп отыр. Бірақ ылғи да бұлай бола бермеген. Вавилонның байлығы оның тұрғындарының қаржылық сауатының нәтижесі еді. Оларға әуелі байлыққа жету жолын меңгеру керектігі алдарында тұрды. Вавилонның ұлы патшасы Саргон Эламмен арадағы соғыстан қайтқанда, ол ауыр жағдайға душар болды. Бас уәзір оған мынаны баяндады. Ұлы патша көп жыл бойы суарналар мен зәулім тәуқаналар тұрғызған кезде ел гүлдене дамыды. Енді бұл құрылыстардың бәрі біткенде халық сол ауқатынан ажырап қалды. Жұмыссыздар көбейді. Саудагер үшін сатықшы, сатып алушы сиреді. Дихандар болса астығын сата алмай әуре. Тұрғындарда өздеріне керек азықта сатып алатын ақша жоқ. Ау, құрылысқа жұмсаған ағыл тегіл алтын қайда кетті? Мазасыздана сұрады патша. Алтын өз жолын тауып сонымен ағып кетті, деді уәзір. Алтын қоры сүзгіден өткен ешкі сүтіндей халықтың қолынан сусып, ат тебіліндей топтың әмиянына көшті. Одан әрі алтынның ағысы іркілді. Патша ойланып алды да былай деді. Неге азғана топтың қолына алтынның бәрі шоғырланды? Өйткені ол топ солай істеуді білгендерден құралған, деп жауап берді уәзір. Оларды табысқа жету өлімін игергендері үшін жауаптай алмаймыз. Сондай-ақ олардың байлығын қабілетсіздер мен қаржылық сауаты төмен адамдарға бөліп беруде әділетсіз болар еді. Неге олай дейсің? Деді патша. Неге жұрттың бәрі сол сауатты меңгеріп, байи алмайды? Ол әбден мүмкін. Ұлы мәртебелі, бірақ кім оларды оқытып шығарады? Абыздар ма? Олар қаржысын білмейді ғой. Баю жолын қаламызда ең жақсы білетін кім бар? Деп сұрады патша. Бұған жауап өзінен өзі туындайды. Ұлы мәртебелі, Вавилон қазынасының ең мол қорын иеленген кім? Оның дұрыс. Ол Арқат қой. Вавилондағы шалқыған бай сол. Оны ертең менің алдыма келтіріңдер. Ертеңіне патша бұйырғандай Арқат бай әлгі патшаның алдында тұрды. Оның бойы тіп-тік, 70 жасына қарамастан рухы асқақ еді. Арқат, деді оған патша. Сенің Вавилондағы ең ірі бай екенің рас па? Солай дейді ғой жұрттың бәрі, ұлы мәртебелі. Ендіше сен қалай соншалықты бай едің? Мен даңқты қаламыздың кез келген тұрғыны қол жеткізе алатын мүмкіндіктерді ғана пайдаландым. Сонда сен қолыңда ештеңе болмай тұрып бастадың ба? Баюға деген үлкен ынта болса болғаны, басқа ештеңе де керек емес. Арқат сөзін жалғады. Патша, қаламыз ауыр халді бастан кешуде. Өйткені баюды аз ғана топтың білгені болмаса, көпшілік қаржы қорландыруды білмей, күйбек тіршілік кешуде. Мен Вавилонның әлемдегі ең бай қалаға айналуын қалаймын. Ол үшін бізде жұрт ауқатты болу керек екен. Демек, тұрғындарға баю жолын үйрету керек. Айтшы, Арқат осы байлыққа жетудің қандай құпиясы бар? Оны білудің жолдары бар ма? Оны білу әбден мүмкін, ұлы патша. Ол ілімді игерген адам басқаларға да үйрете алады. Патшаның жанары қуаныштан жарқ етті. Арқат, сен менің естігім келген сөзді айттың. Осы ұлы істі қолға алсаң қайтеді? Сен бұқараны оқытатын топқа өз білгеніңді бересің бе? Арқат иілді де былай деді. Сізге қызмет етуге әзірмін. Өз білігімді отандастармен бөлісіп, даңқыңыздың артуына үлес қосамын. Сіздің кеңесшіңіз 100 адам сиярлық маған орын жай әзірлесін. Мен әлгі топқа өз әмиянымды толтыруға септік еткен 7 сабағымды берейін де, Вавилондағы әмиян біткен толуына үлес қосайын. Бір апта өткесін патшаның жарлығымен іріктелген 100 адам барын киіп,
білім сарайының үлкен бөлмесіне жайғасты. Арқат бөлмеге жұпар иіс тарататын тұтатқыштың жанына жайғасыпты. «Қарай көр, мына Вавилонның басты шонжарына», деп қасындағысының бүйірін түртіп жатыр жиналғандардың бірі. «Бізден айырмасы жоқ қой. Мен сіздердің алдарыңызда біздің ұлы патшамыздың жарлығы бойынша тұрмын», деп бастады Арқат. «Бір кезде мен де мол байлықты аңсаған кедей жігіт едім. Сол арманға қол жеткізген ілімді тауып дегеніме жеттім. Өз өмірімді жоқшылықпен бастадым. Сендерден де, Вавилонның басқа кез келген тұрғындарынан да айырман болған емес. Менің алғашқы байлығымның қоймасы жұлым-жұлымы шыққан әмияным еді. Оның қабысқан түріне қарап жыным келетін. Мен оны толтыру жөнінде шешім қабылдап, ішінде алтын теңгелердің сылдыры болуын қаладым. Сол себепті ол үшін барлық сайманды іздеп бақтым. Ақыры оның бір емес 7-ін таптым. Сендерге мен бүгін бос әмиянға арналған 7 дауаның сиқырын ашып, оны алтынмен апталғысы келетіндерге ұсынамын. Бір апта бойы, күн сайын сендерді осы дауалардың біреуімен таныстырамын. Менің айтқандарымды қалт жібермей тыңдаңдар. Айтылғандардың бәрінде бірге талдаймыз. Оны өзара талқылаңдар. Қысқасы, әмияндарыңа байлық тұқымын себетін бұл сабақтарды жақсылап игеріңдер. Сендер ең әуелі игілікті жеке бастарыңа жасауларың керек. Содан кейін өздерің игеріп болған соң ғана бұл өлімге өзгелерді сендіріп, оларға сіңіре аласыңдар. Мен сендерге әмиянды толтырудың қарапайым тәсілдерін үйретемін. Бұл алғашқы саты болмақ. Байлық шыңының бастапқы сатысын баспай тұрып, оның құзар басына бірде-бір адам шыға алмайды. Ал енді алғашқы дауа туралы сөйлесейік. Бірінші дауа. Әмиянды қампита баста. Арқат екінші қатарда тұнжыраған кісіге қарап: «Айтшы, қайырымды дос, сенің кәсібің не?» деді. «Мен жазғышпын. Саз парақтағы жазба түсірумен шұғылданам. Мен де дәл сол кәсіппен алғашқы бақырды тапқан едім. Демек, сенде игілікке дәл солай жету мүмкіндігің бар». Енді ол әріректе отырған қызыл шырайлы кісіге қарай сөйледі. «Сен айтшы, қалай нан тауып жүрсің?» «Мен қасапшымын», деді ол. «Шаруалардан ешкі сатып алып соямын да сатамын, ал терісін етікшілерге сауда қыламын. Егер сенің жұмысың тұрақты болып, ақша таба білсең, жетістікке мен секілді жетесің». Осылайша, Арқат жиналғандардан олардың кәсіптерін біліп шықты. Сұрап болғасын, ол былай деді: «Көрдіңдер ғой, шәкірттер, ақша табатындай мамандықта кәсіпте жетеді. Қаржы табудың әрбір тәсілі еңбеккердің өз әмиянына бұрып алатындай алтын жылға. Әрқайсының әмияның арқылы ақша ағыны жүреді. Оның тасқынды болу болмауы өздеріңе байланысты. Келісесіңдер ғой бұған?» Бәрі басын изеді. «Бірақ та әрқайсың байлыққа ұмтылсаң, онда өздерің бастаған сол байлық көзінен бастаған мақұл емес пе?» Олар тағы да басын изесті. Енді Арқат өзін жұмыртқа сатушы ретінде таныстырған ұялшақтау кісіге назар аударды. Егерде себетке таңертеңгісін 10 жұмыртқа салып, кешкісін 9-ын ғана алып отырсаң, не болар еді? Уақыт өте келе жұмыртқа симай кетер еді. Неге? Өйткені күн сайын мен алғаннан гөрі салған жұмыртқа бір санға артық қой. Арқат жиналғандарға күлімсірей қарады. «Қане, кімнің әмияны бос?» Отырғандар бір-біріне мазасыздана қарады да ду-ду күлді. Бәрі де әмияндарын алып, оның бос екенін бұлғай көрсетті. «Жарайды», сөзін жалғады Арқат. «Ал енді сендерге мен бос әмиянды емдейтін нәрсе туралы айтып берейін. Жұмыртқа сатушыға айтқанымды ауытқымай істеңдер. Әмиянға түсетін әрбір 10 теңгенің өз қажеттеріңе 9-ын ғана жұмсаңдар. Әмиян барған сайын қампия түседі де, оның толыққаны жаныңды жадыратады. Мұны істеу жай ғана нәрсе деп ойлайсыңдар ма? Ақиқат әуелен-ақ қарапайым. Мен сендерге қалай байығанымды айтуға уәде ет. Сеніңдер, менің баюға кірісуімде дәл осылай басталды. Менде қабысқан әмиянды ұстаған сайын оны қарғап сілеп жүрдім. Өйткені онда менің қажетімді өтейтін ештеңе болмайтын еді. Бірақ жұмсалуға тиіс 10 ақшаның орнына 9-ын ғана шығынданғанымда, ол байғұс қампия бастады. Сендердің әмияндарыңда соны бастан өткізеді әлі. Ал енді мен себебі өзіме де беймәлім бір нәрсені баяндайын. Тапқан қаржының 10-нан 9-ын ғана қажетіме жұмсай бастағанымда, соның өзі де жеткілікті болып шықты. Мен одан бұрынғыдан да бетер кедейлене қоймадым. Оның үстіне маған ақша бұрынғыдан гөрі тезірек келетін болды. Шамасы кімде-кім табысын қорып, оны рәсуа етпесе, жаратқанның өзіне мәлім заң бойынша оған игілікте оңай келсе керек. Демек, кімнің әмияны қаңырап тұрса, оған алтын жоламайды. Сендерге бәрінен бұрын не керек?
Күнделікті қажетке асыл тастар ма? Әлде жылтыраған сылдырмақтар ма? Болмаса жұтынған әдем киім-кешек пен жеңсік ас па? Оның бәрі де өткінші. Келесі күні оның болғанын ұмытып ақ кетесіңдер. Әлде сендерге нағыз құнды нәрсе қажет пе? Алтын, жер, мал, сауда, табысты салым. Өз әмияндарыңнан шығаратын ақша сендерге алғашқы топтағы нәрсені әкеледі. Ал әмиянда қалатын теңгелер сендерге екінші топтағыны бұйыртады. Менің өзім үшін ашқан, қабысқан әмиянға арналған бірінші дауа осы, шәкірттерім. Әмиянға түскен әрбір 10 теңгеден мен тек 9-ын ғана шығындаймын. Енді мұны өзара талдап көріңдер. Егер мұның басқаша екенін дәлелдегендерің болса, оны маған ертеңгі отырыста айтарсыңдар. Екінші дауа. Шығынды қадағала. Кейбіреулерің маған мынадай сауал қойдыңдар. Табыстың 10-нан 1 бөлігін қалай сақтауға болады? Егер де тапқан табыстың өзі де солайымен тірлікке жетпесе, деп бастады екінші күні Арқат өз сөзін. Кеше кімнің әмияны бос болып еді? Бәріміздің де, шу етті шәкірттер. Сендер әртүрлі табыс табасыңдар ғой. Біреуі көп, енді бірі аз дегендей. Біреулерің көп балалы, енді біріңде жанұя үлкен. Соған қарамастан бәріңнің де әмияндарың бірдей. Енді мен сендерге қарапайым емес ақиқатты ашайын. Ол мынау, сендердің бәрің айтатын күнделікті қажеттілікте табыстарың өскен сайын артып отырады, егер оған өздерің қарсы тұра алмасаңдар. Күнделікті қажеттілік пен өздеріңнің нәпсілік құмарларыңды шатастырмаңдар. Әрқайсыңда тапқан табысқа сәйкес қажеттіліктен гөрі құмарларың басым. Сондықтан жиналған ақша әлгі қаптаған құмарды қандыруға шығындалып кетеді. Соған қарамастан қанағаттандырылмаған құмардың шегі бәрібір де болмайды. Шамасына қарамастан адамның бәрінде де құмар көп болады. Мен шалқыған бай болсам да ойлағанымның бәріне қолым жетеді деп ойлайсыңдар ма? Мүлдем олай емес. Оның бәріне қол жеткізуге уақытым да жоқ, күшім де жетпейді. Жүретін жолым да шектеулі. Жегім келген астың бәрін де жей алмаймын. Жаным құмар өмір ләззатының бәрімен бірдей рахаттанып үлгере алмаймын. Мынаны ескеріңдер. Шаруаның қопсытқан алқабында, тамырына жеткілікті жерде қаптайтын арамшөп секілді, адамның ниетінде де арамшөп қаптайды. Егер оның бәрін қанағаттандыруға мүмкіндік табылып жатса. Адамның айналасы қаптаған құмарлық, бірақ оның аз ғана бөлігіне қанағаттануға тура келеді. Өздеріңнің өмірлеріңе қажетті әдетке бас қатырыңдар. Адам үшін шығынның басты бөлігін солар құрайды. Оларды салауатты түрде қысқартуға да, тыюға да болады. Сондықтан өздерің ақша жұмсайтын нәрсенің тізімін алдын ала жасағандарың мақұл. Олардың ішіндегі ең қажеттісін ғана іріктеп, оған табыстың 10-нан 9-ын ғана жұмсау керек. Қалғанын сызып тастап, олардың орындалмайтын тілектерге жатқызып, оған өкінбеген абзал. Содан соң барлық қажетті шығынды ойластырыңдар. Әмиянды толтыруға тиіс 10-нан 1 бөлік табысқа қол тигізбеңдер. Ол сендердің орындалуға тиісті ең басты тілектерің болсын. Ал шығын кестесі әмиян қампайтуға қажетті ең бірінші көмекші болуы керек. Осы кезде алтынмен әдіптелген қызыл шапанды шәкірт орнынан тұрып былай дейді. Мен ерікті адаммын. Меніңше өмірдің бар рахатын татып көрген дұрыс. Сондықтан маған нені шығындап, нені тұтынуды нұсқайтын есеп-қисаптың құлы болғым келмейді. Ол жағдай менің өмірімді жадыратпайды, әрі өзімді жүк артылған есекке айналдырады. Ендіше, ол шығындардың бәрін кім айқындайды, шырағым-ау? Деп сұрады Арқат. Өзім, деді шәкірт. Егер жүк артылған есек қанарға салынған нәрселерді талғайтын болса, оның ішіне ап-ауыр асыл тастар мен кілемді, алтын құймасын салар ма еді? Жоқ. Ол өзіне жем-шөп пен шөлден өтуге қажетті су толы мес артқан болар еді ғой. Шығын кестесі әмияныңды толтыруға көмекші ғана. Ол саған барлық қажетті нәрсе мен атқарылуы мүмкін басқа да тілекті орындайды ғой. Оның жәрдемімен сен өзіңе нағыз керек нәрсені кездейсоқ құмардан ажырата аласың. Ол түнектегі сәуле секілді. Қаржының текке жұмсалу жолына жарық түсіреді де пайдасыз шығынды доғартады. Сонымен, қабысқан әмиянға қажетті екінші дауа мынау. Табыстың 10-нан 1 бөлігі шығындалмайтындай. Қаржыңды күнделікті қажетке де, сайрандауға да, және негізгі құмарды қандыруға да жететіндей жұмса. Үшінші дауа. Ақшаңды еселеуге қамдан. Әмияның тола бастады. Ондағы табыстың 10-нан 1 бөлігін қалдыруға өзіңді көндірдің. Жинақты қору үшін өз шығындарыңды қадағалай бастадың.
Енді ақшаларыңды сендерге жұмыс істететін әрі көбейтетін сайман керек. Әмиянда жатқан алтын сендердің жандарыңды жадыратып, көңіл тоғайтқанымен ешбір табыс әкелмейді. Жиналған қаржы бар болғаны алғашқы қадам ғана. Жинақ табыс әкеле бастағанда ғана есіктен байлық сығалайды. Менің алғашқы ақша салымым сәтсіз болып, мен бәрінен жұрдай болдым. Бұның жайын кейінірек айтармын. Менің алғашқы пайдалы ақша салымым қалқан жасаушы Аққар шеберге қарыздай қосқан қаржым болды. Ол жыл сайын теңіздің арғы бетінен өз кәсібіне жарату үшін көп мөлшерде қола сатып алатын. Ол үшін саудаға салатын өзінде қаржы болмағандықтан, ол жинағы бар адамдардан қарызға ақша алатын. Ол сенімді жан еді. Алған қарызын қалқандарын сатып біткесін мұқият түрде үстеме қосып қайтаратын. Мен ылғи да одан берген ақшаны еселеп қайтарып отырдым. Осылайша менің жинағым молайып қойған жоқ. Оның өзі де мол пайда келтіре бастады. Қаржының бұлайша әмиянымды қампайда қайтып жатқаны мені рахатқа бөледі. Менің сендерге айтарым, шәкірттерім, адамның байлығы оның әмияндағы ақша емес, ол адамның өзіне қамтамасыз етіп алған тұрақты табыс. Әмиянға ылғи да селдей құйылып, оны қампайта түсетін байлық тасқыны. Бұл әр адамның арманы. Әр қайсысың тіпті жұмыссыз отырғанда да, саяхатта жүргенде де әлгі тасқын тоқтамайтындай іске ұмтылу керек. Мен орасан жетістікке жеттім. Оның молдығы сондай, мені жұрт асқан бай кісі дейді. Менің Аққармен жасаған мәмілем пайдалы салымның алғашқы байқауы болды. Мен білігім мен тәжірибемді сіңіре отырып, өз салымымды кеңейте түстім. Менің әмияныма басында байлық тасқыны бірнеше бұлақтан кейінірек көптеген көзден ағылды. Көрдіңдер ме? Мен өзімнің шағын ғана табысымнан, әрқайсысы маған еселеп байлық таситындай алтын құлдар әскерін жасақтауды қолға алдым. Олар да, олардың ұрпақтары да, ұрпақтарының ұрпақтары да менің байлығымды ұлғайғанша тыным таппады. Мынаған қараңдар. Өсімгерге тұңғышы туған шаруа 10 күміс ақша беріп, ұлы 20-ға толғанша сақталуына онымен шарттасты делік. Оған өсімгер келісіп, әрбір 4 жыл сайын берілген соманың ширегіндей бөлікке молаюына екі жақта мәмілелесті. Бұл соманың барлығы шаруаның ұлына тиесілі болғандықтан, ол өсім соманың өзінде салымға қосуды ұсынды. Ұлы 20-ға толғанда шаруа өсімгерге келіп, тапсырған күмісінің жайын сұрады. Өсімгер оған алғашқы 10 күмістің мәміле негізінде ылғи да өсіп отырып, 30 жарымға жеткенін хабарлады. Шаруа бұған қуана қайран қалды. Және де ұлына бұл соманың әлі де қажеті болмағандықтан, жиналған күмісті өсімгерге одан әрі қалдырды. Шаруаның ұлы 20-ге толғанда, оның әкесі о дүниелік болған еді. Өсімгер шартқа сәйкес оған 167 күміс сома төледі. Осылайша салым сома 50 жылда 17 есеге дерлік өсті. Қабысқан әмиянға арналған 3-ші дауа міне осы. Әрбір теңгені өрістегі қаптаған малдай, өзіндейлерді өндіретіндей етіп, әмиянға байлық ағынын бағыттайтындай жұмысқа салыңдар. 4-ші дауа. Жинақты жойылудан сақта. Алтынның жарқылы қайғы тартады. Әмияндағы алтынды жоғалудан сақтаған жөн. Сондықтан данагөй адам жаратқанның бұйрығымен ірі салым қолға түскенше әуелі аз ғана соманы іске салып, соны сақтауды үйренеді, деп бастады дәрсін Арқат 4-ші күні. Әрбір алтыны бар адам сенімді көрінген іске үлкен қаржысын салғысы келіп, қылпылдайды да тұрады. Ол көбіне достары мен туыстарының жолын қуып, солай істейді де. Қаржы салудың бірінші әрі басты ұстанымы негізгі дәулеттің сақталуын қамту. Басты жинағың жойылса, ол істен пайда іздеудің қандай мәні бар? Менің айтатыным жоқ. Ондай тәуекелдің төлемі барыңнан айырылу болуы мүмкін. Іске салар қорыңмен қоштаспай тұрып, оның қайтып ораларына көз жеткізіп зерделеген жөн. Тезірек баюды көксеген өзіңнің желбуаз тілегіңді басшылыққа алмағайсың. Жинаған қорыңды біреуге өткізер бұрын, ол кісінің қайтарым қабілеті мен абыройының дұрыстығын тексерген дұрыс. Әйтпесе ебіл-себіл болып жинаған қорыңды оған өз қолыңмен сыйға тартқандай күй кешуің ықтимал. Ақшаңды әлде бір іске салар бұрын оның ықтимал қаупін ойластырып алған абзал. Менің де алғашқы ақша салым уайымға душар еді. 1 жыл бойғы жиған тергенімді азмұр есімді кірпішшіге бердім де жібердім. Ал ол маған Тир қаласындағы финикиліктерден сирек асыл тас сатып әкелуге тиіс болатын. Ол келгесін тастарды сатып, пайданы тең бөлуге келіскенбіз. Тастың орнына түрлі түсті шөлмек беріп жіберіпті.
Сөйтіп, менің жинағым құрдымға кетті. Енді бүгінде мен кірпішшіге асыл тас саудасын тапсыру ақымақтық екенін білем. Сондықтан сендерге өз тәжірибемді жеткіземін. Алтыныңды тәуекел етіп өз ақылыңа сенбе. Онан да алтынмен істеуді меңгерген білікті адамның кеңес алған дұрыс. Бірақ құны сен іске салар алтынның құнымен пара-пар. Ол шынында да солай. Егер сол кеңестің арқасында жинағың жойылудан аман қалса. Өз жинақтарыңды пайдамен қайтарып алатындай, сенімді іске салу арқылы сақтаңдар. Ақылгөй білікті адамнан кеңес алыңдар. Біліктінің кеңесі алтынға пара-пар. Әрі оның ақылды кеңесі сендердің әмияндарыңа қойған күзет болып табылады. 5-ші дауа. Жинақты тұрғын жайға сал. Егер де адам өз табысының 9-шы бөлігін жинай берсе, және бұның белгілі бір бөлігі зиянсыз, пайдалы іске салынып, игілікке айналса, онда соғұрлым байлық тезірек пайда болады. Деп бастады Арқат 5-ші күнгі дәрісін шәкірттерге. Вавилонда көптеген адамдар жайсыз жағдайда тірлік етуде. Олар баспана үшін үлкен ақша төлеуде. Бірақ ол орынжайларда әйелінің жанын семіртетіндей гүл егетін орын жоқ. Ал балаларға қоқыстың маңынан басқа ойнайтын орында табылмайды. Балалары таза жерде еркін ойнайтын, әйелдері гүлмен бірге жанұяға пайдалы көкөніс егетіндей ауласы болмағанша ешбір жанұя өмірдің рахатын көре алмас. Өз ағашынан інжір мен өз бұтағынан жүзім жемей еркектің де көңілі көтеріле қоймас. Жеке тұрғынжай оның жанын семіртіп, келесі бастамаларға қуат берері анық. Сондықтан өзінде отбасында қорғайтын әр кісіге баспана керек. Шын жыласа, соқыр көзден жас шығар, демекші кез келген адам сонша тілесе өз баспанасы болады да қояды. Патшамыз қала дуалын кеңіткен сонша, енді Вавилонда қарапайым кісі сатып алардай бос жер бөлігі көбейген жоқ па? Тағы айтарым, шәкірттер, өсімгерлер үй мен жер сатып алуға ниетті адамдарға қуана келседі. Егер өздерінде құрылысшыға беретін ақша жеткіліксіз болса, олар оны қарызға беруге даяр. Үйлерің салынып біткенде, өсімгерге тиесілі жарнаны бұрынғы үй жалдаушы қожайынға төлегендей қиналсыз беріп тұра аласыздар. Осындай әрбір төлем сендердің берешектеріңді кемітеді де бірнеше жылдан соң қарыздан ештеңе де қалмайды. Сөйтіп, кеуделеріңді қуаныш кернейді. Себебі сендер отағалар, құнды меншікке ие боласыңдар да патшаға төлейтін салықтан басқа ештеңе қалмайды. Ал әйелдеріңіз өзенге барып кір жуады да қайтарда мес толы суда келіп өсімдіктерін суарады. Жеке баспанасы бар адамның артықшылығы жетеді. Ең бастысы, ол өмірдегі шығынды азайтып, сайран мен жеке бастың қажетіне молырақ жұмсайтын болады. Қабысқан әмиянның 5-ші дауасы дегеніміз осы. Жеке баспаналы бол. 6-шы дауа. Келешек табыс көзін қамты. Әр адамның ғұмырын оны балалық шағынан егде шағына дейін кезең қамтиды. Бәріміздің де өмір жолымыз осы. Одан ауытқуға ешкімнің де қауқары жоқ. Егер жаратқан өзіне бұрынырақ қайтармаса. Сондықтан қауқары кетпей тұрып артында қалатын әулеті үшін адам өзіне лайық табыс табуға әзірленуі керек деймін. Бұл сабақ сендерге болашақта ештеңе үйрене алмайтын егде кезде толық әмиян ұстап жүруге үйретеді. Деп бастады Арқат 6-шы дәрісін шәкірттерге. Байлықтың өсу заңын біле тұра ақша жинаған адам ылғи да келешек туралы ойлау керек. Дер кезінде алдын ала ойластырылған жылдарға жететіндей кейбір салымды жоспарлаған абзал. Мығым болашақты қамтудың жолдары көп. Лайықты да жасырын жер тауып, оған өз жинағыңды көміп тастауға болады. Алайда қаншалықты жасырсаңыз да, ондай қазына ұрылардың олжасына айналуы мүмкін. Сондықтан бұл жолмен жүруге кеңес бермеймін. Артығымен үй мен жер бөліктерін сатып алуға болады. Егер олар дұрыс таңдалып, болашақта өз құнын сақтай алса, онда одан түсетін табыс не сату түсімі, аталмыш мақсатқа лайық қызмет өтуі әбден мүмкін. Шағын соманы өсімгерге тапсырып, оны тұрақты түрде толықтыра беруге де болады. Үстеме пайызын қосқанда, ол келешекте қомақты өсім бола алады. Мен Аңсан есімді етікшіні білем. Ол маған 8 жыл бойы өсімгерге апта сайын 2 күміс теңге тапсырып тұрғанын айтты. Жуырда өсімгер салымды есептесе, айтарлықтай сома болыпты. Әрбір 4 жылдағы ширек сома өсімін қосқанда, оған 1040 күміс бақыр қорланыпты.
Мен оған енді 12 жыл бойы тағы да апта сайын 2 күміс салуды ұсындым да, өсімгер оған 4000 күміс төлейтіндігін айттым. Ол сома қартайып өлгенше жететін қор. Егер де ұсақ жарнаның өзі осындай пайда келтірсе. Ендеше, әр адам өзінің егде күні мен жанұясын қорғауды игілікпен қамтуды. Қазіргі ісі қандай пайдалы болса да қолға алғаны абзал. Бұл айтылғанға тағы бірдеңені қосқан жөн. Бір күні әлдебір дана кісінің адамзат үшін өлімге қарсы қамдану жолын ойлап табатынына іштей сенемін. Ол тәсіл бойынша адамдар өмір бойы ұсақ жарна төлей отырып, артындағы жанұясы үшін ол қомақты соманы қалдыратын болар. Мен осыны сонша тілеймін, бірақ ол қазір мүмкін емес, өйткені ондай мәміле өсімгер ғұмырынан да ұзақ мерзімді қамтуы керек. Ондай мәміле патшаның тағындай ұзақта сенімді болу керек. Меніңше, түбінде ондай жоспар өмірге енеді де, ол да көптеген адамның игілігіне айналады. Өйткені қандай ұсақ жарнаның өзі жанұядан біреу қайтыс болса, тиісті игілікті барлық жанұяның бөлісуіне құқық береді. Алайда, біз болашақта емес, өз заманымызда ғұмыр кешкендіктен, бүгін қолда бар саймандар мен жолдарға иек артуымыз керек. Сонымен, Қабысқан Әмиянға арналған 6-шы дауа. Егде кезеңдегі өз қажетің мен жанұяңды қорғауға алдын ала қамдан. 7-ші дауа. Пайда табу қабілетіңді дамыт. Мен бүгін, шәкірттер, Әмиян қампайтудың ең басты саймандарының бірі туралы әңгімелеймін. Бірақ мен алтын туралы емес, алдымда алуан түсті киімге жасырынған сендер туралы айтпақпын. Сендердің саналарыңдағы өз жетістіктеріңе кедергі болар жайттар туралы айтамын, деп аударды шәкірттерінің назарын 7-ші күні Арқат. Жуырда маған бір жас жігіт келді. Менен қарызға ақша сұрады. Мен одан қарызы не үшін алатындығын сұрағанымда, ол табысының күнделікті қажетке жетпейтіндігін айтып, шағынды. Оған мұндай жағдайда өсімгер үшін оның нашар клиент екенін, қарызды қайтаруға артық ақшасының жоқтығын айттым. Қарағым, дедім оған, саған көбірек табыс табу керек. Табысты көбейту үшін не істеудесің? Қолдан келгеннің бәрін, деді ол. Қожайыныма 2 айда 6 рет барып маған жалақымды көбейтуді өтіндім, бірақ нәтиже болмады. Оған одан да жиірек бару мүмкін болмады. Бұл жастың аңғалдығына күлуге болар, бірақ оның бойында табысты үстемелеуге деген бір маңызды шарт бар. Оның тілегі, барынша молырақ табыс табу. Бұл бағалы да мақтауға тұрар тілек. Алғы шарт ретінде табыс табуға деген адамда аса күшті де айқын тілек болуы қажет. Айқындалмаған тілек ол бар болғаны арман ғана. Баюға ұмтылатын адам үшін оның пайдасы жоқ. Егер адам 5 алтын ақша тапқысы келсе, ондай тілек орындалады. Егер оған ол қол жеткізсе, онда ол дәл солайша 10-да, 20-да, 1000-да ақша таба алады. Ақырында байып кетеді. Ұсақ тілекті орындау арқылы ол өзін ұлы тілектерге әзірлейді. Байлық осындай жолдармен ғана құралады. Әуелі ол ұсақ түйектен жиналады да артынан адамның білік пен тәжірибе жинақтауына орай бұл сома ұлғая береді. Тілек қарапайым да анық болуы керек. Ол аса көп және күрделі болса, егерде ол бұлдыр әрі адамның өз мүмкіндігінен тыс болса, күшін жояды. Адамның өз кәсібі бойынша кемелденуіне орай, оның табыс табу қабілеті де шыңдала түседі. Мен қарапайым жазғыш кезімде күніге тиесілі қос бақыр тиын үшін саз кірпішшіге бүкіреуімен болсам да, өзге жазғыштардан көбірек жазып, сәйкесінше көп ақша тапқанымды байқадым. Сондықтан мен алдыма жан салмай жазуды үйрендім. Маған әлгілердің жетістіктерін ұғуға көп уақыт кеткен жоқ. Жұмысқа деген молырақ мүдде мен ынта, көбірек қайсарлық. Міне, өзгелерді менен де көп саз жазба өндіруге жеткізген себептер осылар еді. Менің бұл тырысуым ақыры марапатталды. Сөйтіп, маған қожайынға 6 рет жалақы көбейту жөнінде барудың қажеті болмады. Неғұрлым көбірек білсек, соғұрлым көп табысқа кенелеміз. Өз ісі жөнінде көп білуге ұмтылатын адам міндетті түрде марапатталады. Егер ол суретші болса, дарынды, өз әріптестерінен әдістер мен тәсілдерді үйрену керек. Егер ол заңмен шұғылданса, немесе дәрігер болса, сол кәсіппен айналысатын біліктілерден сабақ алуы тиіс. Табыс үшін кімге тәуелді болсаңыз, соған жақсы қызмет ету жолында тұрақты түрде кемелденіп, білігіңді қолдану қажет.
Сондықтан сендерді ылғи да ізденіп, өзгенің артында шаң қауып қалмауларыңды қарастыруға шақырамын. Көптеген нәрсе адам өмірін құнды тәжірибемен байыта түседі. Егер адам өзін өзі құрметтесе, мындаған ұмтылған жөн. Ол қарызын мерзімінде өтеп, шамасы жетпейтін қарыз алмағаны дұрыс. Отбасындағылар жақсы ойлап, мақтаулы сөз айту үшін ол өз жанұясына қамқор болуы тиіс. О дүниеге абыроймен кету үшін, мүлкі әділетпен бөліну үшін ол бәрін өсиетпен қалдырғаны абзал. Ол сәтсіздікке душар болғанға жаны ашып, қолынан келер жәрдемін тигізгені жөн. Ол өзіне қымбат жандарға қол ұшын беруі қажет. Сонымен, қабысқан әмиянға керек 7-ші дауа мынау. Даналық пен білікке қол жеткізу үшін ізден. Оқы және өзіңді өзің құрметтейтіндей қылықты таңда. Сонда ғана өзіңе деген сенім зорайып, өзің аңсаған тілектерге жете аласың. Өзімнің ұзақта жемісті ғұмырымда ашқан, қабысқан әмиянға арналған 7 дауа осы еді. Бұларды байлықты аңсағандардың бәріне пайдалануға кеңес берем. Вавилондағы алтын сендер ойлағаннан да көп, шәкірттерім. Өсіп өркендеу құқығы да бәрімізге бірдей тиесілі. Бәріңде осы айтылған ақиқатты өздеріңнің баюларыңа қолданыңдар. Барыңдар да осы білімді ұлы патшамыздың қарауындағы әр адамға беріңдер. Олар да бата дарыған қаламыздың игілігінен өз үлестерін алсын. Сонымен, қабысқан әмиянның 7 дауасымен таныстыңдар. Бұларды мен ұзақта баянды ғұмыр тәжірибесінде байлыққа ұмтылатын барлық адамға қолдануға кеңес беремін. Вавилонда байлық көп, шәкірттерім.